Баршаңызға сәлем. Үй жағдайындағы лағман дайындаймыз. Алдымен етімізді осылай ұсақтап ұзыншылап тураймыз. Одан кейін 2 чеснокты тураймыз және табамызға майды құйып етімізді қуырамыз. Осы қуырылып жатқан еттің үстіне туралған чесноктарымызды саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Енді осы қуырылған етті бөлек ыдысқа салып алып, үстінен ыстық қайнаған су қойып, жеке қайнатамыз. Өйткені ет бізде толығымен пісу керек, сондықтан оны жеке қайнатамыз. Міне менде осылай кастрюльге су құйып, оттың астын баяулатып қойып қойдым. Енді 2 пиязымызды осылайша тураймыз. Екі болгар бұрыштарын осылай 4 бұрыштап кубиктап турап аламыз. Келесі кезекте 2 дана сәбізімізді де осылай кубиктап тураймыз. Барлығын турап осылайша дайындап аламыз. Енді бізде капуста. Капустаны да осылай 4 бұрышты кубиктап турап аламыз. Картошкамызды да осылайша кубиктаймыз. Көк пиязымызды да осылайша турап аламыз. Бәрін дайындап қойып, енді табамызға аздап сұйық май құямыз. Алдыңғы ет қуырғаннан қалған сұйық май бар. Соған кішкене аздап қостым. Қыздырылған майдың үстіне пияздарымызды және картошканы салып, 1 минуттай қуырамыз. Одан кейін туралған болгар бұрыштар мен сәбіздерді қосамыз. Туралған капусталарымызды қосамыз. Дәміне қарай қара бұрыш пен чили қосамыз. Одан кейін тұз. Және 1 үлкен қасықпен томат қосып, жақсылап араластырамыз. Қуырылып болғаннан кейін соя тұздығын қосамыз. Жақсылап араластырып, үстінен енді піскен етіміздің сорпасын етімен бірге қосып, жақсылап араластырып, етін жауып қоямыз. Енді осылайша жақсылап баяу отта бұқтырамыз. Менде 9 шкала, жоғарғысы, ең жоғарғысы. Енді оны 4-ке түсірдім. Міне осы 4-те осылайша пісіп шықты. Аздап тұз қосылған суда лапшаларды пісіріп алдым. Енді міне осы лапшаның үстіне жаңағы піскен лағманымыздың салмасын жақсылап салып аламыз. Одан кейін ең үстіне сорпасын құямыз. Көк пияздарымызды үстіне әдемілеп салып, осылайша
дастарханға ұсынамыз. Каналыма бұрын-соңды жазылмаған болсаңыз, подписаться кнопкасын басып жазылып, жанындағы қоңыраушаны басып қойсаңыз, жаңа видеоларды көретін боласыз. Сіздермен болған Нұргүл, ас болсын. Көргендеріңізге рахмет.